Мен осы күнге дейін өзімді бақытты адаммын деп ойлайтынмын. Үйім бар, жұмысым бар, ең бастысы сүйіп қосылған әйелім Айсұлу бар. Бірақ кейде бір ғана ұсақ нәрсе бүкіл өміріңді астан-кестен етеді екен. Соңғы айларда Айсұлудың мінезі өзгеріп кетті. Бұрын күліп жүретін, үйге жылулық беретін, кешкі асын бірге ішетінбіз. Қазір үнемі шаршаңқы, ойлы, телефонын қолынан тастамайды. Белім ауыра береді, деді бір күні. Дәрігер массаж керек деді. Жарайды дедім. Бір танысы барын айтты. Үйге келіп жасайтын көрінеді. Сол кезде мен осының бәрі осындай үлкен дертке айналатын қайдан білейін. Массаж басталғаннан кейін үйдің іші өзгеріп кетті. Бір түрлі салқындық, тыныштық пайда болды. Айсұлу біреумен жиі жазысады. Телефонын жастығының астына тығып ұйықтайды. Көзіме тіке қарамайды. Бәрі дұрыс па десем, иә, жай шаршадым дейді. Ішімнен бір нәрсе тыныштық бермеді. Бір кеште оның телефон үстелде жанып жатты. Кездейсоқ көзім түсті. Хабарлама. Ертең тағы келемін. Бәрін өзім шешемін. Жіберуші М. Жүрегім сырқ ете қалды. Массажист пе? Неге бәрін өзім шешемін дейді? Бірақ бірден дау шығармадым. Бақылауды жөн көрдім. Ертеңіне жұмыстан кейін әдейі ерте шықтым. Айтпадым. Үйге жақындаған сайын жүрегім қатты соқты. Есікті аштым. Үй тыныш. Айсұлу залда отыр екен. Түрі бозарып кеткен. Ерте келдің ғой деді. Иә, бөлмеге көзім түсті. Массажға арналған төсегі жиналмаған. Сүлгі жатыр. Массажист қайда дедім. Жаңа ғана кетті деді, бірақ көзі басқа жаққа қарап тұрды. Сол сәтте балкон жақтан сыңғыр еткен дыбыс шықты. Мен жүгіріп бардым. Ешкім жоқ, тек терезе ашық еді. Сол күні біз қатты сөйлестік. Айсұлу жылады. Мен сені алдаған жоқпын деді. Сөйтсем, ол адам әйел емес, өзін массажистпін деп таныстырған ер адам екен. Басында бәрі шын ем сияқты болған. Кейін артық сөз айта бастаған, қорқыта бастаған, күйеуіңе бәрін айтып қоямын деп бопсалаған. Ол бүгін де сол үшін келген. Менің ерте келгенімді білмей қашып кеткен. Мен бірден сенбедім. Үйден шығып кеттім. Бір апта бөлек тұрдық. Басымда мың ой. Алдады ма? Шын айтып отыр ма? Отбасым бітті ме? Бірақ кейін бәрін тексердім. Хабарламалар, қоңыраулар шынымен де бопсалау екен. Полицияға арыз жаздық. Тексеру кезінде белгілі болды. Бұл адам басқа елдерге де осылай алдап жүрген алаяқ екен. Ол массажист болып кіріп, кейін қысым жасайды екен. Сол кезде ғана жүрегім сәл тынышталды. Бірақ отбасым сақталды. Бірақ деген нәрсе бар. Сол күннен бастап мен бұрынғыдай бола алмадым. Айсұлуды. Біз бірге қалдық. Бірақ бір нәрсе жоғалды. Соқыр сенім. Кейде түнде оянып кетем. Сол ашық терезе есіме түседі. Сол қашқан көлеңке, сол сынған сенім. Бір ғана бөтен адам, бір ғана қате шешім, бүтін бір отбасын тыныштығын ұрлай алады екен. Полицияға арыз бергеннен кейін үйімізге тыныштық бірден оралмады. Керісінше, телефон жиі қоңырау шала бастады. Тергеушілер келіп кетіп жүрді. Айсұлу күннен күнге жүдеп бара жатты. Мен бәрінен шаршадым дейтін кейде жылап. Ал мен де шаршадым. Бірақ ішімде бір сұрақ тұрды. Ол шынымен бәрін айтып отыр ма?
бір күні тергеушілер қоңырау шалды. Біз ол адамды таптық, деді. Жүрегім сырқ ете қалды. Ол жалғыз емес екен. Сөйтсе, олар тұтас бір алаяқ топ болып шықты. Әйелдердің сеніміне кіріп, өзін бірде массажист, бірде дәрігер, бірде психолог деп таныстырады екен. Бір аптадан кейін беттестіруге шақырды. Мен ол адамды көргенде қолдарым дірілдеп кетті. Қарапайым жұпыны киінген. Ешқандай қылмыскерге ұқсамайды, бірақ көзінде суықтық бар еді. Ол Айсұлуды көріп күлді. Мен оны ешқашан қорқытқан жоқпын, деді. Ал өзі бәріне келісті. Осы сөзді естігенде орнымнан тұрып кете жаздадым. Айсұлу жылады. Ол өтірік айтады, деді. Мен тек емделемін деп бардым. Тергеуші маған қарады. Сіз сенесіз бе? Мен не дерімді білмедім. Сол сәт біздің отбасымыздың тағдыры шешіліп тұрғанын сездім. Бірнеше күннен кейін жаңа дәлел табылды. Басқа бір әйел. Ол мені де дәл осылай қорқытты деп арыз жазды. Сосын тағы бірі. Бәрінің әңгімесі бір-біріне айнымай ұқсас. Сонда ғана мен бұл жүйелі қылмыс екенін түсіндім. Бірақ сырттағы дау бітсе де, ішімдегі дау бітпеді. Мен кейде Айсұлудың жүзіне қарап, шынымен бәрі осы ма? Жасырған бірдеңең бар ма? деп ойлаймын. Сенім. Қайта қалпына келуі ең қиын нәрсе екен. Бірнеше айдан кейін сот болды. Ол адам және оның сыбайластары алаяқтық бопсалау бабымен сотталды. Сот залында отырғанда мен жеңілдік сезінбедім, тек қатты шаршағанымды сездім. Сол кеште Айсұлу маған, егер сен қаламасаң, мен түсінемін, деді. Мен ұзақ үнсіз отырдым. Сосын, біз бәрін қайта бастаймыз, дедім. Бірақ бұрынғыдай емес. Қазір біз бірге тұрамыз. Бірақ мен бір нәрсені білдім. Сенім сынған соң қайта жиналады, бірақ жарығы мәңгі көрініп тұрады.